Сәлем достар, сіздермен әрине Жан Тәңер және де Казахи онлайн каналы. Каналдың атынан Казахи онлайнды алып тастаған болатынбыз, бірақ білмеймін, мен әлі айтып жүрмін Казахи онлайн. Енді бүгінгі таңда ұбт-ға дайындалудың 10 тың әдісі туралы айтпақпыз. Кеттік. Стоп. Если вы не понимаете по-казахски, то можете включить субтитры вот здесь или вот здесь. Короче, включите субтитры. Возможно, эти советы помогут вам и в других экзаменах. Міне достар, адымдап жүріп, сәуірге де келіп жеттік. Және де осы тұрғанда 11 сынып оқушыларына ұбт-ны тапсыруына 2 ай ғана қалды. Және де менің кеңестерім 2018 жылғы түлектерге сәйкес келе ма, келмей ма, ол жағын мен айта алмаймын. Ал егер өздеріңіздің дайындықтарыңызға жаңа жүйе енгізгілеріңіз келсе, онда бұл кеңестерді қолданып көріңіздер. Ал қазіргі таңда 10 сынып оқып жатқан оқушыларға бұл кеңестер өте қажет. Сондықтан көреміз. Ата-ана, біздің өміріміздегі басты құндылықтардың бірі. Бізге арқау болатын негізгі жандар. Тілеуімізді тілеушілер. Сондықтан да көп оқушылар осы тәсілді көптеп қолданады. Бұл тәсілдің аты ата-анамен мотивациялық келісім. Бұл дегеніміз, сіз өзіңіздің ата-анаңызбен белгілі бір балға жеткен кезде белгілі бір зат алуға келісімшартқа отырасыз. Ол заттар өте қымбат болуы мүмкін, және де ол заттар көбіне сіздің статусыңызды достарыңыздың арасында жоғарылатуы мүмкін. Яғни бұл жаңа телефон, жаңа аяқ киім, жаңа фотоаппарат, тіпті жаңа машина, және де осының бәрі. Қалай келісімге отыруға болады деп сұрайтын болсаңыздар, мама-папаларыңызға барасыздар, қолына осындай деп жазып бересіздер. Кәдімгі договор сияқты, бұл өте официально өту керек. Сол кезде қызығырақ болады. Апарып бересіздер, және де соның ішінде өзіңіздің балыңызды жазып қоясыз. Балыңызды қағазға жазып қоясыз. Мына жерде қағаз тұру керек еді негізі. Балыңызды мына жерге қағазға жазып қоясыз. Және де мына жерге өзіңіздің алатын затыңызды жазып қойып, қолыңызды қойып, әке-шешеңіздің де қолын алып алыңыз. Сол кезде бұл өте қызық болады. Солай көріңіз. Бұл өте өздеріңізге де және де ата-аналарыңызға да тиімді болуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл мотивацияға орай сіздер үйден интернетті ағытуларыңыз да мүмкін. Кейбір ата-аналар егер сізге қатты қарайтын болса, онда интернетті ағытуы да мүмкін. Интернеттің кейде пайдасы да, зияны да бар. Бірақ та сіздер өздеріңіздің Instagram аккаунттарыңызды өшіріңіздер, өздеріңіздің ВК парақшаларыңыздың бәрін өшіріп тастаңыздар, және де осыны көрсетіңіздер ата-аналарыңызға. И сіздерге айтарым, интернетті тіптен ағып тастау ол дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Өйткені қазір 21 ғасыр, қазір бәрі интернетпен жұмыс жасайды. Келесі, екінші кеңес. Бұл жағыздағы өздеріңіздің таңдалған пәндеріңізді оқу. Яғни сіздер жаз бойы оқу сауаттылығын оқитын болсаңыздар, онда сіздерге мен шындығында айтайын, уақытты босқа құртып аласыздар. Өйткені оқу сауаттылығына келетін болсақ, оны әр пробный сайын тәжірибе жинау арқасында балды көтеруге болатын пәндердің бірі. Екіншісі, ол математикалық сауаттылық. Математикалық сауаттылық ол өте ауыр пәндердің бірі. Сондықтан да оны жаздан бірден миыңызды сондай қыздырып, қатты таңдап, оны оқып, оны зерттеудің керек жоқ сияқты. Оның да қыр-сырын осы пробныйлар арқылы тәжірибе жинаумен жоғары балл алуға болады. Қазақстан тарихқа келетін болсақ, оны тіптен де оқымай қойыңыздар, әсіресе жазда. Бәрібір де сіздер Қазақстан тарихына дайындалатын болсаңыздар, оны қыркүйектен бастап 6-7 сыныптарын бәрібір де қайталады. Бәрібір де. Сондықтан да босқа уақыт құртпай, сіздердің осы 2 таңдау пәндеріңізді осы жаз бойы оқып шығыңыздар. Сіздерге басты кеңес. Міне жаз бойы сөйтіп өздеріңіздің таңдау пәндеріңізді оқып болдыңыздар. Енді міне қыркүйек басталды. Енді бұған байланысты сіздер енді 11 сыныпсыздар, және де ендігі тұста сіздер ұбт-ға мұқият қарауларыңыз керек. Бұны енді неден бастаймыз? Үшінші кеңес, жұмыс үстелін дайындау.
Ендігі таңда сіздер өздеріңіздің 9 ай бойы оқитын жерлеріңізді дұрыстап дайындап алғандарыңыз дұрыс. Соның ішінде сіздер өз бөлмелеріңіз болса, ол тіпті жақсы. Яғни сіздердің өздеріңіздің оқитын жерлеріңіздегі көптеген артық заттарды құртқандарыңыз дұрыс. Бұл негізі сувенирлер, картинкалар, киімдер, және де тағы басқа сол жерде шашылып, және де көзге түсіп жататын заттарды алып тастағандарыңыз дұрыс. Енді алып тастағандарыңыз дұрыс дегенде шкафта жатқан заттарды алып тастамаңыздар. Олар бастысы көзге көрінбесе болды. Және де өз жұмыс үстелдеріңізді оқулықтарға толтырып, тиянақты қылып қойыңыз. Орыстар айтпақшы, чистота залог успеха демекші, қазақшаға аударғым келген жоқ. Өз жұмыс үстеліңізді тиянақты ұстаңыз. Және де осыған тағы бір қосатын нәрсе. Сіз өзіңіздің жұмыс жасайтын орныңызды формулалар мен көптеген тарихтағы даталармен толтырғандарыңыз дұрыс. Яғни сіздер жұмыс жасап отқан кезде жай ғана қарау арқылы сол даталар мен формулаларды қиналмай жаттайсыздар. Яғни постермен алып, әр жерге іліп жазып қоя беріңіздер. Міне, ата-анамызбен келісімге отырдық. Жаз бойы өзіміздің таңдау пәндеріміздің фундаментін кішкене болсын қалап алдық. Өзіміздің жұмыс үстелімізді тап-таза қылып қойдық. Ендігі таңда бізге оқу ғана қалды. 4-ші кеңес. Әрқашанда тайм менеджментті пайдаланыңыз. Бұл дегеніміз, сіз өздеріңіздің күндерінің әр қайсысын пландап қойғандарыңыз дұрыс. Яғни жұмыс істелудің негізгі басы мен соңғы ұйықтайтын кезге дейінгі барлығын пландап қойғандарыңыз дұрыс. Және де бұл жерде ең басты айтатын кеңес, сіз өз күндеріңізді 1-ші, 3-ші және 5-ші күндерге, және де 2-ші, 4-ші, 6-ші күндер аралығында бөліп қойғандарыңыз дұрыс. Мысалға келетін болсақ, 1-ші, 3-ші, 5-ші күндер аралығында тек математикалық сауаттылық, Қазақстан тарихы және де оқу сауаттылығын ғана оқитын болсаңыздар, ал 2-ші, 4-ші, 6-ші күндер аралығында сіз өздеріңіздің таңдау пәндеріңізді ғана оқып, яғни бұған миларыңызды өздеріңіз шынықтырасыздар. Солай жұмыс істей келе, сіздердің миларыңыз осындай циклдік жұмысқа оңай үйренетін болады. Тайм менеджмент демекші, сіздер өздеріңіздің дұрыс тамақтануларыңызбен және де өздеріңіз 7 сағат ұйқыларыңызды ұмытпаңыздар. Сөздің шыны, бұларға мән бермегенімен, бұлар кейбір жағдайларда өте қатты маңызды рөл ойнайды. Және де тамаққа келетін болсақ, анау мынау келешки чипсы немесе фастфуд деген өте майлы тамақтарды жемегендеріңіз дұрыс. Сіздер өздеріңіз осылай бөліп қойған күндеріңіздің арасында демалуды да ұмытпағандарыңыз дұрыс. Яғни оқу барысында сіздер әр минут пен секундты есептеп отыруларыңыз керек. Мысалға, маған келетін болсақ, мен ағылшын психологиясында жақсы пайдаланылатын әдісті қолдандым. Ол әдістің аты 50-10. Яғни сіздер 50 минут жұмыс жасайсыздар, 10 минут демаласыздар. Сол 10 минут демалыстың ішінде сіздер жаттығу жасайсыздар, өздеріңіздің ата-аналарыңызбен бірге тамақ ішесіздер немесе әңгіме айтасыздар, достарыңызға хабарласасыздар және де тағы басқалары. Бұл жерде айтатын маңызды ескерту сіздерге. Сол 10 минут ішінде кинолар, сериалдар қарап кетіп, немесе әлеуметтік желілерде басқа біреулермен сөйлесіп кетпеңіздер. Ондай жағдайда сіздер 10 минуттан көп уақыт құртып алуларыңыз мүмкін. Және де сол пландап қойған күндеріңізді өзіңіздің жұмыс үстеліңізде бажырайтып біліп қойыңыз. Сол кезде жақсы болады. Сонымен қатар, осы 4-ші кеңесті тағы да толықтыратын негізгі айтатын сөздер бар. Бұл дегеніміз, сіз әрқашанда өз миыңызбен эксперимент жасап үйреніңіз. Яғни, кейбір адамдар азанда оқығанда басына оңай қонады, ал кейбіреулері түнімен оқыған кезде бәрін оңай жаттап алады. Сондықтан сіздер әр мезгілде, кешке, түнде, азанда таң атпай тұрып, немесе түстің ортасында, түскі астан кейін деген секілді әр күн режимінің бәрінде оқып, өздеріңіздің миларыңызда қандай кезде тез ұқатынын түсініп алғандарыңыз дұрыс. Сонымен қатар, осыған қоса айтатын тағы бір нәрсе, кейбір адамдар бір күнде тек бір пәнді ғана оқып, миларына оп-оңай ұйқар алады. Ал кейбіреулері әрқайсысын әртүрлілендіріп оқығанды жақсы көреді. Яғни екеуін де қолданып көріңіз. 5-ші кеңес. Сіздер әр пробныларыңызды басқа бір оқу әдістемелік құралдарымен және де шпорларымен ашуларыңыз мүмкін. Бірақ та осы кезде бір айтатын сәт, сіздер барлық пробныйды негізінде оқулықпен ашқандарыңыз дұрыс. Неге десеңіздер, тест сұрақтарын оқулықпен іздеу арқылы сіздер олардың әр бетін ашып отқан кездеріңізде басқа да информацияларды сақтап алуларыңыз мүмкін. 6-шы кеңес. Пробныйдағы тайм менеджмент және де шпорларды пайдалану. Сіздер әр пробныйға кірген кездеріңізде өздеріңіз миларыңызды белгілі бір пәндерді белгілеуге циклды жұмыс жасауына үйретіңіздер. Яғни сіздер өздеріңіз белгілі бір реттілікпен пәндерді белгілегендеріңіз дұрыс. Және де осындай реттілікпен сіздер ұбт-ға кіретіндей қылып өздеріңіздің миларыңызға цикл құрастырғандарыңыз дұрыс.
Және де тағы бір айтатын нәрсе, ұбт-дағы тайм-менеджмент. Сіздер әр жұмыстарыңызды уақыт арқылы есептеп отырыңыздар. Сіздерге берілген 180 минуттың бәрін пайдаланып, соңында болсын, кішкене болсын, 20 минут, 30 минут шпорға қалдырғандарыңыз дұрыс. Тағы да айтатын бір кеңес. Шпорды пайдаланып үйреніңіздер. Шпорды пайдаланып үйренген дұрыс. Және де сол өздеріңіздің құрған циклдарыңыздан ең басты қателесіп, ұбт-да басқа циклға көшіп кетпеңіздер. Оған миларыңызға бұл өте ауыр болады. Соңына айта кетерлік, шпорды пайдаланып үйренгенімен шпорға сеніп қалмаңыздар. Түсінікті? Так, ендігіде 7-ші кеңес. Менің ең любимый кеңестерімнің бірі. Сіздер жаз бойы дайындалдыңыздар, ата-аналарыңызбен келісімге отырыңыздар, пробныйды шығарып атсыздар, белгілі бір циклмен жүріп атсыздар, сіздер план бар, бәрі бар. Енді сіз өзіңіздің сыныбыңызда, немесе сіз өзіңіздің мектебіңізде, немесе сіз өзіңіздің ауданыңызда, қалаңызда, немесе сізбен бірге репетиторға баратын адамдардың арасында ең қатты оқитын адамның ізінен қалмаңыздар. Бұл сіздерге өте қатты стимул беруі мүмкін. Сондықтан да ол адамның ізінен қалмай, солмен бірге оқып, солмен бірге дамып, соның оқу әдістемелерін өздеріңізге пайдалану арқылы қатты пайдаланып кетпеңдер, енді былай үйренетін заттарды үйреніп алсаңдаршы. Пайдалану арқылы сіздер өздеріңізге стимул беріп, солмен бірге дамығандарыңыз дұрыс. Жалғыз бір адам болуы мүмкін емес, әр 5 пәнге 5 адам шығарып қойсаңыздар тіпті жақсы. 8-ші кеңес. Достарыңызбен бірге оқыңыздар, дебат ұйымдастырыңыздар, кез келген пәнді бірге талқылаңыздар, тексеріңіздер, бір-бірлеріңізбен тәжірибе алмасыңыздар. Біреудің оқу әдістемелік құралдарын өздеріңізге пайдаланыңыздар. Біреудің былай түнімен оқитынын өзіңізде пайдаланыңыздар. Қысқасы бәрін көріңіздер. Мен ойлаймын, сыныпта ең жаман оқитын оқушының өзінде бір есепті немесе бір нәрсені табатын өзінің бір жеке әдістемесі болады. Және де оны да сіздер білгендеріңіз дұрыс. Яғни сіздер өздеріңіздің достарыңызбен, таныстарыңызбен бірге отырып, бір пәнді талқылағандарыңыз пайдалы болады. Бұл Қазақстан тарихы болуы мүмкін, бұл химия болуы мүмкін, бұл биология болуы мүмкін, бұл математика болуы мүмкін. Яғни сіздер топпен бір нәрсеге қарап жұмыс істесеңіздер, бұл сіздерге өте қатты мотивация береді, өте қатты стимул береді, және де бір-бірлеріңізбен тәжірибе алмасу арқылы сіздер жаңа нәрсені үйренесіздер. Айта кетерлік, сол 8-ші кеңеске тағы да қосатын бір-екі нәрселер бар. Сіз өзіңіздің ең жақын досыңызбен спорға отырыңыз. Бұл дегеніміз, сіз өзіңіздің досыңызбен әр пробныйда бал арқылы жарысып, бір-бірлеріңізбен ақшаға немесе басқа нәрсеге спорға отыруларыңызға болады. Тақмайға, мақмайға бәріне солай бірге дамысаңыздар өте керемет. Және де өздеріңіз класста ең жоғары бал алып жүретін адамдардың спискісін шығару арқылы соларды озу ретінде сол спискті шығарып алып, өздеріңіздің бөлмелеріңізге іліп қойыңыздар. Және де солардан озған сайын әрқайсысын бүйтіп сызып отырасыздар. Бұл бір түрлі кеңес, бірақ қолданып көріңіздер. Ендігі таңда 9-шы кеңес. Бұнда сіздерге айтарым, репетитор жалдаңыздар. Репетитор жалдаңыздар, оларға ақшаны аямаңыздар, ең мықты репетиторды іздеңіздер, әрқайсысына бара беріңіздер. Репетитор өте қатты көмектеседі, және де олар сіздерден басқа 5-6 жыл бойы басқа да оқушыларды үйретіп келген, және де олардың өздерінің әдістеме құралдары, және де өздерінің бір нәрсені шешу әдістері олар өте ерекше, оқыту әдістері өте ерекше, сондықтан соларды жалдап, нағыз тәжірибелі адамдармен жұмыс жасағандарыңыз дұрыс. 10-шы және де ең соңғы кеңес. Бұл кеңес негізінен, егер сіздердің ата-аналарыңыз интернетті ағытпаған болса, онда сіздерге сайма-сай келіп қалуы мүмкін. Сіздер өздеріңізді ВК парақшаларыңызды жапқаннан кейін жаңадан фейк аккаунт ашып, көптеген ВК парақшаларындағы бүкіл ұбт-ға арналған бүкіл топтарға тіркеліңіздер. Соның ішіндегі көптеген пробныйларды алыңыздар. Солармен өздеріңіз есеп шығарып көріңіздер, соларды талқылап көріңіздер, аномналарын сұраңыздар. Бұл топтар мысалға Edukon, ұбт академиясы, ұбт 2018, қысқасы келгенде ұбт десеңіздер көптеген парақшалар шығады. Және де сол парақшалардың ішінде ең керемет деген топтарды мен видеоның астында сілтемеге салатын боламын. Соңында
Егер осы 10 кеңестің ешқайсысы көмектеспейтін болса, онда мен білмеймін, ренжімеңіздер. Мүмкін мәселе өздеріңіздің іштеріңізде шығар. Бұл кеңестерді жалғыз ұбт-да емес, осы өмірде де көптеп пайдалануға да болады. Соңында ұбт академиясының негізгі администраторы Абылай Ахметқалидың сөзімен аяқтағым келіп тұр. Если ты смотришь это видео, скорее всего, ты 11-классник, либо 11-классница, которая готовится к ЕНТ. Впереди 8 месяцев. Тебе нужно выучить 1000 вопросов по истории, порешать 1000 задач по математике. Так вот, у меня к тебе всего несколько вопросов. Что ты делаешь в Ютубе? Что ты делаешь в ВКонтакте? Что тебе нужно сделать? Берешь, нажимаешь на крестик в правом верхнем углу и начинаешь учиться. Все. Всем пока. Сіздермен болған Жан Тәңір және де Казахи онлайн каналы. Давайсыздар достар. Сәттілік 2 ай қалды. Дайындаламыз. ұбт-ны жеңіп шығамыз. Давайте.